Ювал Ноа Харари. Сапиенс. Адамзаттың қысқаша тарихы. 11-ші тарау. Империялық арман. Ежелгі римдіктер жеңілістен қорыққан емес. Өзгеде ұлы империялар сияқты Рим кейде ұрыс сайын ұтылып жатты, бірақ бәрібір соғыста жеңіп шықты. Соққыға төтеп бере алмаса, ол империя емес. Соққының бәріне үйренген римдіктерге біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдың ортасында солтүстік Ибериядан жеткен жаңалық тым жайсыз тиді. Нумансия деген шағын қаланы мекендейтін жабайы кельттер Рим елігін құлатуға бел буды. Бұл кезде Рим бүкіл жер орда теңізі жағалауындағы елдерге үстемдік құрып, Македония мен Селевкидтер империясын жеңген, Грекияның қала мемлекеттерін бағындырып, ұлы Карфагенді түтіні бықсыған үйіндіге айналдырған еді. Ал сонда кельттердің қолында не болды? Азаттыққа сенім және тас тақыр жерлеріне деген шексіз сүйіспеншілік қана. Сонымен олар легиондардың бірінен соң бірін талқандап, римдіктерді масқаралықпен шегінуге мәжбүр етті. Біздің заманымызға дейінгі 134-ші жылы римдіктердің шыдамы әбден түгесілді. Сенат Испанияға ең үздік әскер басы Карфагенді жеңген Сципион Эмилианды аттандыруға шешім шығарды. Сципионның қол астында сол кездің өлшемімен қарақұрым әскер 30.000 сарбаз болды. Сципион дұшпанын құрметтеді. Ол нумансиялықтардың жауынгерлік рухы соншама асқақ әрі әскери тәжірибесі мол екенін білді. Сондықтан ұрыста сарбаздарын бекерге қырып алмауды ойлады. Ол қаланы қоршауға алып, төңірегіне өзінің бекінісін салды да, Нумансияның сыртқы дүниемен байланысын үзіп тастап, тұрғындарды аштан қатыруға бел байлады. Қала тұрғындары жылдан аса азық-түлік қоры әбден таусылғанша берілмеді. Соңғы үміт жібі үзілген шақта тұрғындар қаланы өртеп, римдіктердің айтуынша құлдыққа түспеуді ойлап, нумансиялықтардың түгелге жуығы өз-өздерін өлтірді. Нумансия испандық ерлік пен сүйіспеншіліктің рәмізіне айналды. Дон Кихоттың авторы Мигель де Сервантес Нумансияны қоршауға алу The Siege of Numantia атты трагедия жазды. Пьеса қаланың күйреуімен және келешектегі Испанияның ұлылығын болжаумен аяқталды. Ақындар ержүрек қамал қорғаушылары жырға қосып, суретшілер сол соғыстың көрінісін кенеп бетінде тірілтті. 1882 жылы Нумансия қала жұртын ұлттық мәдениет ескерткіші ретінде жариялап, оған испан патриоттары ағыла бастады. 1950-1960 жылдары елде супермен немесе өрмекші адам туралы емес, ежелгі Иберияның атаңызға айналған батыры Рим басқыншыларына қарсы еткен Эль Хабато туралы таңғажайып әңгімелер кеңінен танымал болды. Әлі күнге дейін Испанияда ежелгі нумансиялықтарды жау жүрек патриотизмнің үлгісі жас ұрпақтың еліктеуіне өнеге ретінде дәріптейді. Ал патриоттар нумансиялықтардың даңқын испанша роман тілінде жырлап, сципиондық латын ұрпақтарына үлгі қылды. Бүгінде нумансиялықтар сөйлеген тіл кельт тілі де жоғалған. Сервантес Нумансияның қоршауға алынғаны жайлы шығарманы латын қарпімен жазды. Пьесаны грек-римдік өнер үлгісінде қойды. Нумансияда театр болмаған. Өз бабаларының ерлігіне тамсанатын испандық патриоттар басшысы Римде орналасқан римдік католиктік шіркеуге сыйынып, құдайларына латын тілінде құлшылық етеді. Қазіргі заманғы испан құқығы да Римнің заң ережелеріне сүйенеді. Испан саясатының негіздерін Рим қалаған. Испанның ас мәзірі мен архитектурасы да кельттік айшықтардан гөрі римдік ерекшеліктерді көбірек бойына жиған. Нумансиядан тек үйінді ғана қалды. Тіпті Нумансия туралы аңыз Рим тарихшыларының арқасында қалды. Бұл әпсананың өзі еркін сүйгіш варварлар туралы хикаяға құмар Рим оқырмандарының талғамына орай түзілді. Римнің Нумансияны толық жеңгені сонша, тіпті жеңімпаздар жеңілгендер туралы естелікті де иемденіп алды. Бізге енді басқаша тарих, әлсіздердің қалай жеңгені туралы хикая ұнайды. Тарих
қашанда әділетсіз. Көптеген қоғам мен мәдени орталар кезекті зұлым империялардың құрбандығына шалынып, ұмтылып кетті. Уақыты келгенде империялар да құлады, бірақ дәл солар бай әрі мәңгілік мәдени мұра қалдырды. 21 ғасырдың халықтарының түгелге жуығы әлдебір империяның ұрпақтары. Империя деген не? Империя дегеніміз екі міндетті сипатқа ие саяси құрылыс. Біріншіден, империя атану үшін өз мәдениеті мен өзіндік ұлттық бірегейлігі, сондай-ақ бөлек жер аумағы бар бірнеше халықты өз билігінің астына біріктіру керек. Сонда қанша халықты біріктірген дұрыс? 2-3 емес әрине, 20-30 әбден жеткілікті. Шамамен осы деңгейде, әлде одан сәл төмендеу тұста империя табалдырығынан аттайсыз. Екіншіден, империяда жылжымалы шекара мен тойымсыз тәбет болады. Ол өзінің іргелі құрылымы мен өзіндік бірегейлігінен ажырамастан тағы да жаңа халықтар мен жер аумағын жұтып алып, қорта беруге дайын тұрады. Бүгінгі Британия мемлекетінің айқын шекарасы бар, әрі өз құрылымы мен өзіндік бірегейлігін өзгертпей, оның шегінен шыға алмайды. Ал 100 жыл бұрын кез келген жердің пұшпағы Британ империясының бөлігіне айналып кетуі мүмкін еді. Ұлттық мемлекеттерден империяларды мәдени әралуандылығы мен шекарасының жылжымалығы ғана емес, сондай-ақ оның тарихтағы ғаламат рөлі де ерекшелеп тұрады. Дәл осы екі сипатты империялардың әртекті этникалық топтар мен климат белдемелерінің бір саяси шекпен ішіне кіргізіп, адамзат қауымы мен жер ғаламшарының бір тұтас үлкен бөлігіне айналдыруға мүмкіндік берді. Атап айтсақ, империя өзінің шығу тегімен, басқару формасымен, жер аумағы көлемімен және тұрғындар санымен емес, ең алдымен мәдени әралуандылығымен және шекарасының жылжымалығымен көзге түседі. Империя әрдайым жаулап алу арқасында пайда болмайды. Афиналық архы ерікті әскери одақ ретінде, ал Габсбургтер империясы жақсы ойластырылған әлеуметтік одақтасу тізбегі арқасында құрылды. Империяны әрдайым жеке дара билеуші басқара бермейді. Тарихтағы даңғайыр мемлекет Британ империясы демократиялық үкімет басқаратын күнге де жетті. Демократиялық немесе ең кем дегенде республикалық империялар қатарына Голландия, Франция, Бельгия мен Америка жатады. Көне заманда Новгород, Рим, Карфаген мен Афина осы санатқа кірген еді. Көлемі де онша маңызды емес. Кішкентай империялар да бар. Ацтектер империясы қазіргі Мексикадан кіші болды. Сөйте тұра, ол қазіргі Грекия мен Мексикаға қарағанда толыққанды империя еді. Афина одағында да, ацтектер державасында да ондаған, тіпті жүздеген әртүрлі мемлекеттік құрылымдар біртіндеп бірігіп, тұтасып кетті. Ал Грекия мен Мексикада олай емес. Афина тәуелсіздігінен айырылған жүздеген полиске үстемдік етті. Ацтектер салық тізіміне сүйенсек, 371 тайпаны басқарған екен. Қазіргі кезде орташа көлемдегі мемлекет әзер сиятын аумаққа құрамы соншама ала-құла адамдарды сығылыстыра сыйғызып жіберудің сәті қалай түскен? Мұның сыры мынада. Баяғы заманда жер бетінде халықтар әлдеқайда көп болғанымен, олардың саны аз еді, әрі шағын жер аумағына иелік етті. Қазір жер орта теңізі мен Йордан өзенінің аралығындағы жерге екі халық сыйыса алмай отыр. Ал Библия түскен уақытта ондаған ұлт өкілдері, тайпалар, титімдей патшалықтар, қала мемлекеттер осы маңда емін-еркін өмір сүрген еді. Міне, дәл осы империялардың салдарынан адамзаттың әр алуандылығы елеулі түрде азайған. Империялық зілмауыр доңғалақ көптеген халықтың, нумансиялықтар сияқты, ерекше қорларын жоя әрі жаңаларын әлдеқайда ірі қауымдарын құра отырып, жаныштап өткен. Зұлымдық империялары ма? Біздің заманда империяларды ұнатпайды. Саяси сөздікте империалистерден де сорақысы фашистер ғана. Империяларды сынау әдетте мына екі дәйектің біріне сүйенеді. Бірінші, империялар өмір сүруге қабілетсіз.
Көптеген әртекті халықты ұзақ уақыт уыстан шығармай басқару мүмкін емес. Ол мүмкін бола қалған жағдайда бұл қадамға бармау керек, себебі империялар қанау мен қиратудың зұлым күші. Екінші, әр халықтың өз жолын таңдауға құқығы бар, мейлі әлемде қанша халық болса, сонша тәуелсіз мемлекет құрыла берсін. Тарихи көзқарас тұрғысынан қарағанда, бірінші дәйек мүлде дұрыс емес, екіншісінің елеулі қайшылығы бар. Шындығын айтсақ, 2500 жыл бойы империялар саяси ұйымдасудың негізгі пішімі болды. 2,5 мың жылдықта адамдар қандай да бір империяның азаматтары саналды. Бұл мемлекеттік тұрмыстың өте тұрақты түрі еді. Әдетте империялар жан шошырлықтай жылдамдықпен көтерілістерді баса білді. Империяны тек сырттан килігу немесе империялық элитаның араздығы ғана күйрете алды. Керісінше, бағынышты халық өз күшімен азаттық алған оқиғалар сирек ұшырасады. Көбінесе жаулап алған жер аумақтары басқыншылар езгісіне жүздеген жылдар пұшайман хал кешеді. Мәселен, Батыс Рим империясы 476 жылы герман тайпаларының тегеурінімен құлап тынған кезде, бұрындары римдіктер бағындырған нумансиялықтар, арвендер, гельветтер, самониттер, лузитандар, умбрилар, этрускілер мен жүздеген ұмыт болған ұлыстар ауланған киттің қарнында қалған жүніс сияқты жеңіліске ұшыраған құбыжықтың аранынан шыға алмады. Бұрынғы халықтардан түкте қалған жоқ. Өздерін ешқашан римдіктерге жатқызбаған адамдардың ұрпақтары енді сол халықтың тілінде сөйлеп, солардың құдайына сыйынып, мифін қайталады, яғни римдіктерше ойлап әрекет қылды. Айтпақшы, империяның күйреуі әрдайым халықтарға азаттық алып келген жоқ. Босаған кезде басқасы ентелей кіріп күйреп тынған, әлде дәурені өткен империядан аман қалғанның бәрін емденуге жанталасты. Әсіресе бұл таяу шығыста заңдылыққа айналды. Аймақтағы қазіргі саяси ахуал әжептәуір тұрақты шекаралары бар бірнеше тәуелсіз мемлекеттердің күш тепе-теңдігі тұңғыш рет бірнеше мың жыл бұрын қалыптасты. Өткен жолы мұндай құбылыс осыдан 3000 жылдай бұрын, 8 ғасырда байқалды. 8 ғасырда жаңа Ассирия империясы дәуірлегеннен бастап, 20 ғасырдағы Британ және Француз империялары құлағанға дейін, таяу шығыс құдды эстафета таяқшасы тәрізді империядан империяға өтіп отырды. Тап сол кезеңде ақыры еуропалықтар қолынан таяқша түсіп қалғандай шақта Арамей, Аммонит, Финикия, Филистрим, Моав, Эдомит және басқа да ассириялықтар бағындырған халықтардан із де қалған жоқ. Рас, қазіргі еврейлер, армяндар мен грузиндер таяу шығыстың ежелгі тұрғындарынан таралғандарын айтады. Ол негізсіз емес. Бұл ережені мақұлдайтын тұжырым ғана, бірақ бұл тұжырымның өзі айқын емес. Қазіргі Израильдің саяси, экономикалық және әлеуметтік салты ежелгі иудей заңдарынан гөрі еврейлер соңғы 2000 жылдықта өмір сүрген империялардың салт санасын көбірек еске салуы әбден мүмкін. Дәуіт патша қазіргі Иерусалимнің әсіре дәстүршіл синагогасына кіре қалса, шығыс еуропалық киім киіп герман диалектісімен идишше сөйлескен Бабыл мәтіні, Талмуд жөнінде бітпейтін дауға кіріскен діндарларды көріп, мүлдем есі шығып кетер еді. Дәуіттің кезінде синагогада, Талмудта, тіпті Тәураттың орамы да болған жоқ. Империя құрылысы әдетте тұтас халықтарды қынадай қырудан басталып, қанды қасаптан аман қалғандарын аяусыз басып жаншуға жалғасты. Империя құрушының үйреншікті құралдары, соғыстар, құлдыққа салу, жер аудару, геноцид. Біздің заманымыздың 83 жылы римдіктер Шотландияда жергілікті Каледон тайпаларының қарсылығына тап болды. Оған жауап ретінде олар елді тып-типыл тонады. Жеңілгендерге бейбіт келісімге келісуді ұсынған римдіктерге тайпа көсемі Калгак «Жауыз қарақшылар» деп лағнет айтып, зорлық-зомбылықты, кісі өлтіріп, ел тонауды жалған империя атымен істеді. Көлді шөл қылады да оны бейбітшілік деп атайды, деді. Империя түк бітірмейді деп те айтуға келмес. Империя атаулыны теріске шығарып, олардың мұрасынан ада-күде бас тарту, адамзат жасаған нәрселердің бәрін іс жүзінде терістеу болып шығады. Империялық элиталар жаулап алған жерлерінен түскен табысты армия жасақтап, қамалдар салуға ғана емес, сондай-ақ философияны, өнерді,
әділ сот пен қайырымдылық ісін дамытуға жұмсады. Мәдениеттің қайталанбас жауһар туындылары бағынышты халықтарды аяусыз қанау арқасында пайда болды. Римнің байлығы мен өркендеуі Цицеронның, Сенека мен әулие Аугустиннің қолын босатып, ойлануы мен жазумен айналысуына мүмкіндік берді. Моғолдар үнділердің байлығын сығып алмаса, Тәж-Махал салынбас еді. Славяндарға, венгрлер мен румындарға қысым көрсеткен Габсбургтер империясы Гайдинге жалақы және Моцартқа қаламақы төлеп тұрды. Калгактың сөзін ұрпақтар үшін сақтап қалған Каледон тарихшысы емес, Рим тарихшысы Тацит болатын. Тацит сол сөзді ойдан да шығарған шығар. Бүгінгі тарихшылар Тацит тек сол сөзді ғана емес, сондай-ақ Калгакты да ойдан шығарып, өз елінің тағдыры туралы өзі және басқа да жоғары мәртебелі римдіктер көтерген идеялардың жаршысы жасаған шығар деп күдіктенеді. Элиталық мәдениет пен жоғарғы өнер туындыларын ғана қамтуға тырыспай, қарапайым адамдардың тұрмысына ден қойсақ та, қазіргі қоғамның талайынан қандай да бір империяның мирасын бәрібір аңғарар едік. Біз ата-бабаларымызға қылыштың жүзімен таңылған тілде, империялар тілінде ойлаймыз, армандаймыз. Азияда миллиардтан аса Қытай хан империясының тілінде сөйлейді және ойлайды. Қос Америка тұрғындарының түгелгі жуығы Аляскадан Магеллан аралдарына дейін өздерінің түп-тұқиянына қарамастан империялық 4 тілдің бірінде испанша, португалша, французша не ағылшынша сөйлейді. Қазіргі мысырлықтар арабша сөйлеседі. Өздерін араб әлемінің бір бөлшегі санап, 7-ші ғасырда Мысырды жаулап алған, содан соң кез келген бүлікшіл нышанды темірдей жұдырықпен жаныштаған арабтармен туыс санайды. Африканың оңтүстігіндегі шамамен 10 миллион зұлыс 19-ші ғасырда Зұлыс империясының даңқын мақтан тұтады. Ал олардың түгелге жуығы сол империяға қарсы соғысып, тек қанқұйлы соғыстан кейін оның бір бөлшегіне айналғанын ұмытқан. Сіздің игілігіңіз үшін ғой. Бізге анық мәлім алғашқы империялардың бірі ұлы Саргонның Аккад патшалығы. Біздің заманымызға дейінгі 2250 жылдар шамасы. Бастапқыда оған Месопотамиядағы Киш атты қала мемлекет қана тиесілі еді. Бірақ бірнеше 10 жылдық ағымында ол Месопотамияның барлық қаласын ғана емес, қос өзен аралығынан тысқары біраз жер аумағын бағындыру амалын тапты. Ол бүкіл әлемді жаулап алдым деп мақтанды. Оның иелігі Парсы шығанағынан жер орта теңізі жағалауына дейін көсіліп, қазіргі Ирак пен Сирияның бүкіл аумағын, сондай-ақ Иран мен Түркияның бір бөлігін ішінара қамтыды. Аккад империясы өзінің негізін қалаушы өлгеннен кейін құлады. Бірақ императордың тәжіне міндетті түрде әлде біреу әукесін созумен өтті. Кейінгі 1700 жылда Саргонды Ассирия, Бабыл және Хет патшалығы үлгі тұтып, солардың бәрі құдды бүкіл әлемді жаулап алғандай жар салды. Ақырында біздің заманымызға дейінгі 550 жылдар шамасында Парсы патшасы ұлы Кир императорлық өрені жаңа деңгейге көтерді. 4-ші карта. Аккад және Парсы империялары. Ассирия патшасы әрқашан Ассирия патшасы болып қалды. Тіпті олар өздерін күллі әлемнің билеуші сезінгенімен, тек Ассирияның абырой-даңқын ойлағаны хақ. Ұлы Кир бүкіл халықтың бәрін басқаратынымен ғана емес, сондай-ақ барша халықтың игілігі үшін басқаратынымен де мақтанды. Біз сендерді өздеріңнің игіліктеріңе бағындырдық, деді парсылар. Кир Парсы империясының вассалы болу бақытын сезіну үшін бодандарды өзін ұнатқанын қалады. Өз билігіне бағынған халықтардың ықыласына бөлену мақсатымен Кир жүзеге асырған реформалардың ең белгілісі, ол еврейлердің Бабыл құлдығынан отанына, Иудеяға қайтып, ғибадатхананы қалпына келтірулеріне рұқсат ету еді. Ол тіпті қаржылай көмек берді. Кир өзін бағынышты иудейлерді билеп төстейтін Парсы патшасы санаған жоқ. Ол өзін еврейлердің патшасы сезінді. Сондықтан олардың игілігі туралы ойлауға міндетті болды. Жер шарының барлық тұрғындарының игілігі үшін әлемді басқару идеясы таңғажайып, бәлкім табиғилыққа қайшы ұғым болды. Эволюция барша әлеуметтік сүтқоректілер сияқты Homo sapiensке де ксенофобия дарытты. Сапиенстер адамзатты көпе көрнеу бізге және оларға бөледі. Біз, мына мен және сіз сияқтылар,
Олар бізбен бір тілде сөйлесіп, біздің дін мен салт дәстүрді ұнатады. Біздікілер бір-біріне жауап қатады, бөгделерге жауап бермейді. Шектеу әрқашанда болған. Біз және олар жанаспаймыз, әрі бір-біріміздің алдымызда ешқандай міндеттемеміз де жоқ. Біз оларды өз жерімізде көргіміз келмейді. Әрі олардың аумағында не болып жатқанын білуге зауқымыз соқпайды. Олар адамдар ма тайыры? Суданда өздерін Динка деп атайтын халық тұрады. Бұл сөз тура мағынасында адамдар дегенді білдіреді. Ал кім Динка болмаса, адам емес. Динканың бітіспес жауы Нуэр тайпасы. Осы тайпаның тілінде Нуэр сөзі не мағына береді? Бастапқы адамдар деген. Ал Суданнан бірнеше мыңдаған шақырым қашықтықта жатқан Аляска мұздықтары мен солтүстік шығыс Сібірде юпиктер өмір сүреді. Бұл сөз юпик тілінде қандай мағына беретінін білесіз бе? Дұрыс топшыладыңыз. Нағыз адамдар деген сөз. Тайпалық ерекшелікке қарама-қарсы империялық идеология Кирден бастап негізінен инклюзивті әрі бәрін қамтушы сипат алды. Билеп төстеуші ұлттың нәсілдік, әлде мәдени артықшылығын дәріптегеннің өзінде де адамзаттың жалпы бірлігі, барлық жерде және әрқашан әрекет ететін іргелі ұстанымдары бар екенін мойындап, өзара байланыстар мен бәрінің барша жұрт алдындағы жауапкершілікті де қаперге алған жөн. Адамзат қауымы бұдан былай ата-ананың басымдылықтары балаларына қамқорлығымен мейлінше үйлесім табатын үлкен отбасы деп есептелді. Империяның тың тұжырымдамасы Кир мен парсылардан Александр Македонскийға, одан әрі эллиндік монахтарға, Рим императорларына, мұсылман халифтеріне, үнді билеушілеріне, тіпті Кеңес одағының бас хатшылары мен Америка президенттеріне көшті. Осынау жалпы адамзаттық тұжырымдама империялардың тірлігін ақтап шығып, бағынышты халықтардың көтеріліс жасау құқын ғана емес, сондай-ақ тәуелсіз халықтардың империялық экспансияға қарсы тұру еркінде жойды. Парсы моделіне қатысы жоқ осындай империя тұжырымдамасы дүниенің өзге бөліктерінде де, орталық Америкада, Антта, Қытайда қалыптасты. Қытайдың дәстүрлі саяси іліміне сәйкес, жер бетіндегі кез келген заңды биліктің қайнар көзі аспан, тянь. Аспан ең лайық адамды немесе ең үздік отбасын таңдап алып, оған аспан мандатын береді. Міне, сол адам әлде отбасы барша адамзаттың игілігі үшін аспан асты елін басқарады. Осылайша тағайындалған заңды билік бүкіл елге тіпті күллі әлемге жайылады. Аспан мандатынсыз жеке қаланы да басқаруға болмайды. Ал ондай мандатты алған билік иесі бүкіл әлемге әділеттілік пен үйлесімділік дәнін себуге тиіс. Аспан мандаты бір мезетте бірнеше адамға берілмейді, яғни бірнеше тәуелсіз мемлекеттің өмір сүруі ақылға сыйымсыз нәрсе. Біріккен Қытай империясының алғашқы әміршісі Цин Шихуанди, дүниенің төрт бұрышының бәрі императорға тиесілі. Адам аяғы тиген жердің бәрінде императорға бағынбайтын ешкім жоқ. Оның мейірім шапағаты бұқалар мен жылқыларға да жетеді. Мұны бәрі игілігіне жаратады. Әркім өз шатырының астында қауіпсіз күн кешеді, деп мақтанды. Қытайдың саяси аумағында да, тарихнамасында да осыны негізге ала отырып, империялық кезеңді тәртіптілік пен әдептіліктің алтын дәуірі ретінде сипаттайды. Әділетті әлем құрылысын жекелеген ұлттық мемлекеттің мозаикасы түрінде елестететін бүгінгі батыстан айырмашылығы, Қытай саяси бытыраңқылық кезеңін берекетсіздік пен әділетсіздік түнегі жайлаған ғасыр ретінде қарастырады. Мұндай тұжырымдама ел тарихында із қалдырды. Кезекті империя құлаған кезде үстемдік құрушы саяси теория жаңа билеушілерді жартыкеш бірнеше тәуелсіз ұлыстардың бөлінуіне төзбеуге, бәрін біріктіруге талпындырды. Ерте ме, кеш пе, бұл талпыныс кезекті табысқа алып келді. Олар бізге айналды. Шүпірлеген шағын мәдениеттерді бірнеше мәдени ортаға айналдыру барысында империялар шешуші рөл атқарды. Идеялар мен адамдар, тауарлар мен технологиялар бір-бірінен саяси жағынан оқшауланған елдердің шекаралары арқылы өткеннен гөрі империя ішінде тез таралады. Көбінесе империялар ең алдымен өзінің өмір сүруін оңайлату үшін идеялардың, институттардың,
нормалар мен әдет-ғұрыптардың таралуына саналы түрде ықпал етеді. Әрбір шағын аймақ өз заңын, ерекше тілі мен жазу үлгісін ойлап табу, монета соғу, елді басқару оңай емес. Императорлар стандарттауды қолайлы көрді. Екінші, тағы бір маңызды мақсаттардың бірі – императорлар заңдылығын нығайту. Сол үшін де бірегей мәдениетті орнықтырамыз деп жан таласты. Жоғары мәдениетті тарату бірінші кезекте жеңімпаздардың емес, бағыныштылардың қамын ойлау қажеттігіне байланысты. Кир мен Цин Ши Хуанди заманынан бері империялар ол мейлі жол салса да немесе қан төгіс жасаса да өз іс-әрекетін ақтап алды. Империяның басқа артықшылықтары да бірегей құқық, реттелген қала тұрмысы, өлшем шамалары мен таразыларды қалыптау пайдасы көзге көрініп тұрды. Басқа игіліктері алым салықтар, әскери бағыныштылық, император культі әрине көңілге күмән ұялатады. Бірақ империялық элитаның көпшілігі империяның қол астындағы дүйім халықтың игілігіне еңбектеніп жүргендеріне шүбәсіз сенді. Қытайдың билеп төстеуші табы көрші елдерге де, бағындырылған жатжұрттыққа да қиық құлақ варварлар ретінде қарап, империя оларға мәдениеттің сәулесін түсіріп жатыр деп есептеді. Аспан мандаты императорға бүкіл әлемді езіп қанау үшін емес, адамзат қауымын оқытып ағарту үшін берілген. Римдіктер де өз озбырлықтарын варварларды бейбітшілікке, әдеттілікке, өркениетке үйретеміз деген желеумен ақтап алғысы келді. Римдіктер көпшілік моншаға шомылдырып, бас бұзар қылықтарын заңға бағындырғанша, сондай-ақ әдет-ғұрыптарын философия ілімімен жұмсартқанша, жабайы германдықтар мен денесін суретпен безендірген галдар қасынадан қараңғылық пен бейшарашылықта өмір сүрді. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдағы Маурия империясы сауатсыз әлемге Будда ілімін алып баруды өзінің миссиясы санады. Мұсылман халифтері Мұхаммедтің уағыздарын мүмкіндігі келгенше бейбіт жолмен, егер келмесе, қылыштың жүзімен тарату үшін өзіндік аспан мандатын иеленді. Испан және Португал корольдері Үндістан мен Америкадан байлық талап етпейтінін, талай адасқан жанды тура жолға салғысы келетіндерін айтып, ант су ішті. Британ империясы либерализм мен еркін сауда-саттықтың қосамжар інжілін уағыздады. Кеңес одағы капитализмнен пролетариаттың утопиялық диктатурасына көшудің тарихи тұрғыдан қашып құтыла алмайтын үдерісін тездетуді парызы санады. Америкалықтардың көпшілігі өз үкіметін тіпті F-16 мен зымырандар қанатымен апарса да, 3-ші әлем елдеріне демократия мен адам құқығын орнатуды моральдық борышына балады. Империялар тарататын мәдениет билеуші элитаның ғана іс-әрекеті еді. Империялық идея табиғатынан әмбебап әрі жалпылама болғандықтан, империялық элита бірден-бір дұрыс дәстүрге тістей қатып қалған емес. Әйтсе де олар өздеріне қолайлы көрінетін идеяларды, дәстүрлер мен нормаларды жалпы тұжырымдамаға енгізе берді. Кейбір императорлар мәдениетті тазартып, түп тамырға қайтып оралуға тырысты. Бірақ империялардың басым бөлігі аралас, біраз бөлігі бағынышты халықтардан алған мәдениетті туындатты. Мәселен, империялық Римнің мәдениеті көп деңгейде римдіктен гөрі гректік болды. Аббасидтер әулеті империясында парсы, грек пен араб дәстүрлері араласып жүрді. Монғолдар Қытай өркениетінің үлгілерін көшіріп алды. Қазіргі империя ақш-та шыққан тегі кениялық президенттің өзінің сүйікті фильмі Арабиялық Лоуренсті, арабтардың түріктерге қарсы көтерілісі туралы эпосты қарап отырып, Италия пиццасымен ауқаттанады. Ал тіпті мәдениеттерді қорыту қазанында да ассимиляция оңай жүрген жоқ. Империялық өркениет бағынышты халықтардың әрқайсысын өзіне көп нәрсе сіңіргенімен, синтетикалық қорытпа бәрібір тұрғындардың басым бөлігіне жат көрінді. Ассимиляция үдерісі ауыр және азапты жолмен жүрді. Көз таныс бой үйренген жергілікті дәстүрлерден бас тарту ауыр, ал жаңа мәдениетті қабылдап, оған бейімделу одан да азапты болды. Ең ренжітісі, империя мәдениетін қабыл алғанмен, жаңа бодандар империялық элитаның бұларды өздерінікі ретінде мойындауын ондаған, тіпті жүздеген жылдар бойы күтті. Жаулап алғаннан толық ассимиляцияға түскенге дейін бірнеше ұрпақ буыны тұман ішінде жүргендей күй кешті.
туа бітті әрі сүйікті мәдениетін жоғалтты, ал олардың империядағы күйі өзгелермен тең емес еді. Ұмтылған мәдени ортасы оларды бұрынғысынша варвар санады. Жақсы отбасынан шыққан ибериялықты елестетіп көріңіз. Нумансияның құлағанына 100 жыл өткен. Ата-анасымен ол кельт тілінде сөйлеседі, бірақ латыншаны да жетік біледі. Аз ғана акцентін есепке алмағанда. Өйткені мемлекеттік тілсіз өз ісін жүргізіп, билікпен араласып құраласу мүмкін емес. Осы бір байырғы кельттік әдетінен арыла алмағанына іштей қымсынғанымен, әйеліне қымбат, әдемі айқылшақталған әшекейлер алып беруден бас тартпайды. Ол жарының жергілікті әйелдер тәрізді мәлініп жүрмей, Рим билеушілерінің әйелдеріне ұқсап қарапайым әрі әдемі әшекейлер таққанын қалайды әрине. Рим киімін киеді, мал сатудың, әсіресе римдік сауда-саттықтың құқығын білудің арқасында байып, римдік әдепте сарай салған. Вергилдің Георгик атты 3-ші кітабын жатқа білгенімен, бәрібір римдіктер үшін ол жартылай варвар. Оған мемлекеттік қызмет түгілі амфитеатрдан құрметті орын тимейді. 19 ғасырдың соңында ақ нәсілді мырзалар сауатты үнділердің жоғарғы табына тап осындай сабақ берді. Ағылшын тілін бүге шүйесіне дейін меңгерген, Еуропа билерін үйреніп, тіпті пышақпен және шанышқымен тамақ жеуге машықтанған үндінің бір жігіті туралы хикая бар. Мүлтіксіз мәнеріне сеніп, ол Англияға аттанады. Лондон университетінен заңгер дипломын алып, адвокаттар коллегиясына қабылданады. Білімді, әдепті костюм киген осы жас жігітті Британ отары оңтүстік Африкада пойыздан лақтырып кетеді. Себебі ол түстілерге тиесілі 3-ші емес, 1-ші класты вагонда келе жатыр еді. Жас жігіттің аты Мохандас Карамчанд Ганди болатын. Бұл оқиғадан ол жақсы сабақ алды. Кейде ассимиляция үрдістері, мәдениеттер жақындасуы ескі элита мен империяның жаңа азаматтары арасындағы кедергіні қиратады. Жеңімпаздар жеңілгендерді тең санай бастайды да, жеңілгендер империяға өздеріне жат басқыншы жүйе ретінде қарамайды. Екінші тарап үшін олар бізге айналады. Бірнеше ғасырлық империялық басқарудан соң Рим империясының барлық тұрғындары Рим азаматтарына айналды. Алайда, осынау құқықтарын түбегейлі теңестіргенге дейін ұзақ уақыт бойы римдік емес адамдар легиондарда қызмет етіп, сенатқа сайланды. Біздің заманымыздың 48-ші жылында император Клавдий сенатқа бірнеше галл ақсүйегін қабылдай отырып, олар әдет-ғұрыппен, мәдениетімен, тіпті аралас неке арқылы бізге қосылып кетті, деп мәлімдеді. Кірпияз сенаторлар наразылық білдірді. Бұл қалай? Күні кешегі дұшпандарды римдік саяси жүйенің қақ төріне шығарамыз ба? Сонда Клавдий олардың әлденені ұмытып кеткендерін, сенаторлар құрамының басым бөлігі кезінде Римге қарсы соғысқан, содан соң Рим азаматтығын алған Италия тайпаларынан шыққанын еске салды. Тіпті Рим билеушісі Клавдийдің өзі де тегі сабиндерге тартатын еді. Біздің заманымыздың 2-ші ғасырында Римді Ибериядан шыққан ибериялық қанвар император биледі. Нақ осы дәуір Траян, Адриан, Антонин Пий мен Марк Аврелий билеген кезең империяның алтын ғасыры саналады. Ішкі этникалық кедергілердің бәрі жойылды. Император Септимий Север 193-211 Ливияға қоныстанған Карфаген ұлыстарының ұрпағы еді. Гелиогабал 218-222 сириялық болатын. Бірінші Филипп императорды 244-249 араб деп атады. Жаңа азаматтар императорлық Римнің мәдениетін құлшына қабылдап, империя құлағаннан кейін бірнеше ғасыр өткенде де соның тілінде сөйлесіп, Левантиядан келген христиан дінін сақтап қалды. Империя заңынан айнымады. Араб империясы да осыған ұқсас жағдайды бастан өткерді. Ол пайда болған кезде 7-ші ғасырдың ортасында басқару жүйесін қолына алған араб-мұсылман элитасы және бағынышты халыққа бөлінді де, ұлты араб та, мұсылман да емес мысырлықтарды, сириялықтарды, ирандықтарды, берберлерді қатаң шектеді. Империя тұрғындары бірте-бірте исламды, араб тілін және
талай жергілікті мәдени ортаның синтезіне айналған империялық мәдениетті игерді. Ескі араб элитасы ерекше мәртебесін жоғалтып алудан қорқып, пысықайларға жауға қарады. Алайда қатарға жаңадан қосылғандар өздері үшін империя ішінде және ислам әлемінде тең-бетең жағдай орнауын талап етті. Ақырында олар өздерінің дегендеріне жетті. Мысырлықтар, сириялықтар, Месопотамия тұрғындары арабтар болып есептелді. Бұған қоса араб түбегіндегі байырғылары да, Мысыр мен Сириядағы жаңадан қатарға қосылғандары да. Араб емес мәдениетке мұсылмандардың, ирандықтардың, түріктер мен берберлердің қол астына түсті. Араб империясының ұлан ғасыр табысы да осы. Ол сан алуан өзге этностар құлшына қабылданған және оны жалғастырған, тіпті империяның өзі күйреп, этникалық арабтар биліктен айырылғаннан кейін де бірнеше ғасыр бойы дамытып, жер жаһанға тарата берген ерекше мәдениет құра білді. Қытайдың империялық жобасы бұдан да сәттірек болды. 2000 жыл бойы ала-құла этникалық және мәдени топтардың, бастапқы варварлардың конгломераты империялық мәдениетке біте қайнасып, Қытай Хань ұлты біздің заманымызға дейінгі 206 жылдан біздің заманымыздың 220 жылына дейін билік жүргізген әулет аты аталды. Империя ретінде этникалық шет өңірлерде, Тибет пен Шыңжаңда ғана қабылданғанымен, шын мәнінде Қытай империясы әлі күнге дейін тірі. Оның жетістігі де осында. Тұрғын халқының 90% өз-өздерін және өзгелер де оларды Хань қытайлар деп санайды. Тап осы парадигма аясында соңғы 10 жылдықтағы отарсыздану үдерісін қарастырған жөн болар еді. Қазіргі дәуірде еуропалықтар өздеріне ізгі амал көрінетін сылтаумен батыстың жоғарғы мәдениетін тарату желеуімен жер шарының ауқымды бөлігін бағындырды. Олар діттегендеріне жетті. Миллиондаған, тіпті миллиардтаған адам батыстың мәдениетін, әлде оның елеулі бір элементін қабылдады. Үнділер, африкалықтар, арабтар, қытайлар мен маорилер ағылшын, француз немесе испан тілінде сөйлеп кетті. Олар адам құқықтары мен ұлттық өзін өзі билеу ұстындарына сенеді. Либерализм мен капитализм, коммунизм, феминизм мен ұлтшылдық сияқты батыс идеологиясын бойға сіңіріп алды. 20 ғасырда батыс құндылықтарын бойға сіңірген жергілікті топтар дәл сол құндылықтарға сүйене отырып, Еуропа отарлаушыларынан теңдікті талап етті. Отаршылдыққа қарсы күрес өзін-өзі билеу, социализм, адам құқықтарын қорғау ұранымен өрбіді. Бұлардың бәрі ақ нәсілді адамның құндылықтары еді. Мысырлықтар, ирандықтар мен түріктер араб жаулаушыларынан мирасқа қалған империялық мәдениетті қалай қабылдап бейімделсе, қазіргі үнділер, африкалықтар мен қытайлар да белгілі бір дәрежеде бұрынғы батыс қожайындарының империялық мәдениетін бойға сіңіріп, өздерінің дәстүрлері мен қажеттіліктеріне орай жаңғыртты. Тарихтағы жақсы және жаман жігіттер. Тарихи кейіпкерлерді жағымды мен жағымсызға бөле отырып, империяны қорғаушылардың бәріне жаман жігіттер деп анықтама беру еріксіз еліктіріп әкетеді. Өйткені империя қан төгіспен құрылып, соғыстарға және зорлық-зомбылыққа дем беріп отырады ғой. Бірақ қазіргі мәдениеттегі көп нәрсе империялық мұраға негізделген. Империя нағыз жауыздық болса, онда мына біз кімбіз? Кейбір саяси мектептер мен қозғалыстар мәдениетті империализмнен тазартып, пәктігі баз-баяғы қалпында сақталған, ешқандай күнәға батпаған өркениетке ие болғылар келеді. Мұндай идеологиялар, жұмсарта айтқанда, аңғырттықтың шалғы көбінесе тек тұрпайы ұлтшылдық пен жәдігөйлікке бетперде ғана бола алады. Жарайды, жазба тарихтың елең алаңында пайда болған қисапсыз мәдени ортаның барлығы таза, күнәға батпаған, ешқандай ықпалға түспеген еді делік. Бірақ содан бері бірте-бірте мәдени орта, оның үстіне әлі күнге дейін сақталған ешбір мәдениет өзі туралы әлгіндей тұжырымды айта алмайды. Кез келген мәдениет ішінара болса да империялардың, империялық мәдениет пен өркениеттің мұрасы. Ешқандай академиялық ой пікір мен саяси операция науқасты өлтірмей, бұл мұраны отап алып тастай алмайды. Қазіргі тәуелсіз Үндістанды
Британ басқаруындағы кезеңмен ұластыратын сүйіспеншілік пен жек көру қоспасына үңілейікші. Британияны жаулап алып, одан әрі басқыншылық әрекет жүргізуі Үндістанды миллиондаған құрбандыққа ұшыратты. 100 миллиондаған адам үздіксіз кемсіту мен еңсе көтертпес езгіге түсті. Сөйте тұра, үнділердің көпшілігі жаңадан қатарға қосылғандардың құлшынысымен батыс идеяларын, тіпті кезекте ұлттың өзін өзі билеуі мен адам құқықтары туралы ұғымдарын қабыл алды да, ағылшындар өз құндылықтарын бұлжытпай сақтаудан және үнді жұртына не Британ империясы азаматтарымен тепе-тең құқықтар, не тәуелсіздік беру талабынан бас тартқан кезде қатты ашынды. Қазіргі үнді мемлекеті осы Британ империясының төл перзенті. Ағылшындар субконтиненттің байырғы тұрғындарын қырды, қинады, қуғындады, бірақ сонымен қатар ақылға сыймастай ала-құла қырғи қабақ патшалықтарды, ұлыстар мен тайпаларды біріктіріп, бір тұтас ұлттық сана қалыптастырып, ақырында азды-көпті бірегей саяси жүйесі бар ел құра білді. Олар үнді сот жүйесінің негізін қалап, әкімшілік құрылымын жасады, темір жол желісін салып, сол арқылы экономикалық интеграция мүмкіндігін қамтамасыз етті. Тәуелсіз Үндістан мемлекеттік құрылыс пішімі ретінде демократияның британдық нұсқасын сақтады. Ағылшын тілі субконтиненттерде ұлтаралық қарым-қатынас құралы, хиндиша, тамилше, малайша сөйлейтіндер бір-бірін түсіну үшін жүгінетін делдал тіл болып қалды. Үнділер крикет тістеп, сораптап шай ішкенді өте жақсы көреді. Екеуі де оларға ағылшындардан жұғысқан әдет. Өнеркәсіптік шай плантациялары Үндістанда британдық Ост-Инд компаниясы шай өсіре бастаған кез, 19 ғасырдың ортасына дейін болған жоқ. Шай ішу салтын Үндістанға тәкаппар ағылшын сағиптары үйретті. 28-ші сурет. Мумбайдағы Бомбей Чатрапати Шиваджи бекеті. Бастапқыда Виктория бекеті болған. Ағылшындар оны 19 ғасырда соны үрдіске айналған неоготикалық әдіппен салған. Үндістанның ұлтшыл үкіметі қаланың да, бекеттің де атын өзгерткенмен, басқыншылар салса да, ғажайып ғимаратты қиратып тастай алмады. Бүгінде Үндістанда мұның бәрі империяның мұрасы дегенді негізге алып, демократиядан, ағылшын тілінен, темір жол желісінен, құқықтық жүйеден, крикет пен шайдан құтылу үшін референдум өткізуге тілек білдірушілер көп пе екен? Тіпті мұндай референдум өткізе қалған күннің өзінде де демократиялық өз еркін білдірудің осы жолы да бұрынғы ақ мырзалардың мұрасы болып шығады ғой. Тіпті бағзы замандағы төл мәдениетті қалпына келтіріп, сақтау ниетімен империялық мұрадан ада күде бас тартқан күнде де өзіміздің тым көне, бірақ мынадан да қатыгез империяның мұрасын қорғаштап отырғанымызды түсінер едік. Үнді мәдениетінің британдық бұрмалаудан тазартқысы келетіндер Моғол империясы мен Дели сұлтанатының мұрасын еріксіз дәріптейді. Үндінің төл мәдениетін осынау мұсылман империялардың қабаттасуынан құтқаруға тырысатындар Гупта империясының, Кушан және Маури империяларының мұраларын асқақтатады. Үндінің есалаң ұлтшылы Британ басқыншылары тұрғызған ғимараттардың бәрін, соның ішінде Мумбайдың орталық бекетін де қиратқысы келсе, онда Тәж Махал сияқты мұсылман империяларының ескерткіштерін қайтер еді? 29-ші сурет. Тәж Махал үнді мәдениетінің төл ескерткіші ме, әлде мұсылман империализмінің жат мұрасы ма? Мәдени мұра жөніндегі қым-қиғаш шатасқан сауалдардың жауабын ешкім білмейді. Қандай жолды таңдасақ та, ең алдымен бұл мәселенің күрделілігін мойындап, қарабайыр түрде жақсы және жаман жігіттерге бөлудің ұшпаққа шығармайтынын түсінуіміз қажет. Бөлінсек, өзіміздің өмір бойы жаман жігіттердің жетегінде келе жатқанымызды мойындауға мәжбүр боламыз. Жаһандық жаңа империя. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 200 жылдан бастап, адамдардың көпшілігі империяларда өмір сүреді. Болашақта да адамдар негізінен империяларда өмір сүруі әбден мүмкін. Бұл жолғысы шын мәнінде бүкіл әлемдік империя болады. Бұл болашақ бүкіл жер жүзі үшін бірегей үкімет құрудың утопиялық картинасы бізді таяу бұрылыста
күтіп тұрған шығар. 21 ғасырда ұлтшылдық дәрменін жаппай жоғалта бастады. Саяси биліктің жалғыз заңды көзі жекелеген халық емес, жалпы адамзат. Ендеше саясаттың негізгі мақсаты бүкіл адамзат қауымының құқықтарын жақтап, мүдделерін қорғауға тиіс деген қорытындыға келе жатыр. Мұндай жағдайды бақандай 200 ұлттық мемлекеттің болуы жәрдем емес, кедергі жасайды. Шведтер, индонезиялықтар мен нигериялықтар енді тең құқылы болса, біртұтас әлемдік үкіметке оларды қорғау оңтайлы емес пе? Полярлық мұздықтардың еруі сияқты жаһандық мәселелер де жекелеген ұлттық мемлекеттердің өмір сүру заңдылығына күмән келтіреді. Бірде-бір егемен мемлекет өз бетінше жаһандық жылынуды тоқтата алмайды. Қытайдың аспан мандаты императорға бүкіл адамзаттық осындай мәселелерді шешу үшін берілген ғой. Енді әлдегімге аспанның мәселесін шешу, озон қабатындағы тесікті бітеп, жылыну әсерінің зардаптарын жою үшін адамзат мандатын берді. Рәміздік бояу ретінде бүкіл әлемдік империя жасыл түсті таңдауы әбден мүмкін. 2014 жылға дейін әлем саяси тұрғыдан әлі бытыраңқы еді. Бірақ ұлттық мемлекеттердің шынайы автономиясы шапшаң қысқара түсті. Бірде-бір ел тәуелсіз экономикалық саясат жүргізіп, өз қалауына орай соғыс жариялап, шабуыл жасауға қауқарлы емес, тіпті ішкі саясатын да толығымен өз бетінше жүргізе алмайды. Мемлекеттер жаһандық нарықтардың, халықаралық корпорациялар мен коммерциялық емес ұйымдарының ықпалына көбірек түсе бастады. Халықаралық қоғамдық пікір мен көпшілік мойындаған сот жүйесінің ықпалы да арта түсті. Мемлекеттер қаржылық қарым-қатынастың, экологиялық саясат пен әділ соттың әлемдік стандарттарымен санасуға мәжбүр. Капиталдың, еңбек ресурстары мен ақпараттың арынды ағыны әлемді шарлап, оның келбетін өзгертуде. Шекаралардың мәні мен жекеленген мемлекеттердің ұстанымы кеміп барады. Бүкіл әлемдік империя көз алдымызда құрылуда. Оны жекелеген мемлекет немесе этникалық топ басқармайды. Соңғы сатылы кезеңдегі Рим империясы тәрізді, сірә жаңа әлем көп ұлтты элитаға бағынышты болып, оны ортақ мәдениет пен ортақ мүдделер жұдырықтай жұмылдыратын сияқты. Бұл империя негізінен кәсіпкерлерді, инженерлерді, мамандарды, ғалымдарды, заңгерлер мен менеджерлерді шақырады. Шақырғанға бару керек пе, әлде өз халқы мен мемлекетіне адалдықтан айнымай, ат-тонын ала қашу керек пе, оны әркім өзі шешеді. Жұрт көбінесе империяны таңдайды.